Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін, тез дайын болатын француздық ет тағамын дайындаймын. Бізге қажет заттар: пиязды осылай дөңгелетіп кесіп аламыз. Одан кейін табамызды осылай майлаймыз. Одан кейін жаңағы пияздарымызды осылай дөңгелетіп табамызға біркелкі қылып орналастыратын боламыз. Одан кейін бізге тартылған ет қажет болады. Тартылған етті де дәл пияз сияқты біркелкі қылып табамызға орналастырамыз. Міне дәл осылай орналастыратын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз себеміз. Одан кейін бізге қажет зат картоп. Картопты да дәл пияз сияқты дөңгелетіп осылай кесіп аламыз. Оны да табаға осылай біркелкі қылып орналастыратын боламыз. Міне біздің картоптар дайын. Одан кейін дәміне қарай тұз себетін боламыз. Міне бізде дайын болды. Енді майонезді де біркелкі қылып жағып шығамыз. Міне дәл осылай қылып майонезімізді жағып аламыз. Жағып болған соң пешке 180 градуста 35 немесе 40 минуттай пісіреміз. Табамызда тамағымыз пісіп жатқанша сырымызды дайындаймыз. Мен 250 граммдай сыр қолдандым. Сырды өткізгіштен осылай өткізіп алдым. Міне сырларымыз өткізгіштен өткен соң дәл осылай болу қажет. Тамақтың пісуіне 5 немесе 10 минут қалған кезде тамағымызды алып, бетіне сырымызды себеміз. Ертерек салсақ сырымыз күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін 5 немесе 10 минут қалған кезде сырымызды салып, пешке қайтадан 5-10 минуттай пісіреміз. Міне біздің дәмі тіл үйретін әрі тез дайын болатын тағамымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып комментарий жазуларыңызды сұраймын.